Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін сіздермен осындай бидайдан жасалатын картошка печеньесінің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге бидай керек, маргарин және сгущенка. Алдымен кен ыдыс алып, кен ыдысқа бидайды саламыз. Содан кейін сгущенка қосамыз. Мен барлығын көзбен жасаймын. Сгущенка сұйықтау болу керек. Сосын барлығын араластырамыз. Маргаринді ерітіп аламыз. Ерітіп алғаннан кейін бидайға қосамыз барлығын. Барлығын араластырамыз жақсылап. Араластырғанда қолға жабысатындай етіп араластыруымыз керек. Міне осылай араластырамыз. Міне массамыз дайын. Енді қолмен алып шариктер жасаймыз, кішкентай шариктер. Осындай кішкентай шариктер жасаймыз. Өзіңіз қарайсыз, үлкен етіп аласыз ба, кішкентай жасайсыз ба? Бұл өзіңізге байланысты. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. Ас болсын.